осы сияқты дұғаларды оқып қойса, балаға көз тимейді деп айтамыз. Баламды асырап бердім, қайнапама, сонда да жақтырмайды дейді. Жақтырып не істеу керек сізге? Не қылу керек? Істеген жақсылығының есесін, қарындасым, Құдайдан табасын. Адам жақтырмайды. Сондай. Бүгін мен сөйлеп тұрмын, жақсымын. Мен кішкене қаттырақ айтамын, саған жақпайды ол. Біреуге түйе берсең, нап жібімен бермейді дейміз. Ой, ұрғашысын беріп, еркегін бермей ма дейді. Еркегін берсең, неге ботасымен бермейді дейді. Ботасымен берсең, нап бесеуін бермейді дейміз. Біз сондаймыз. Адамбыз. Иннәл инсәнә ли раббихи лаканут. Адам баласы тойымсыз дейді. Бұл пенде сондай, о сондай адам. Сен ответті, істеген жақсылығының ответін сол қайнапаңнан күткенің сенің қателік. Сен Құдайдан үміт ет. Құдайдан үміт етсең жақсы болады. Не переживать етпейсің, потому что сен Құдай үшін жасадың. Сен молда үшін жасадың. Мысалы, сен садақаны бүйтіп салған кезде, молда саған бүйтіп ассаламу алейкум деу шарт емес қой. Сен кім үшін бересің? Құдай үшін бересің. Болды, Құдай өзі тауып алады. Саған қандай шаруаң бар? Сондықтан сол жаным. Сен Аллаға істеп үйрен. Алла үшін жасаған. Сен, значит, істеген ісіңді, мен бала туралы келген жоқпын. Просто жақсылықты біреу үшін істеген адам сөйтіп өмір реніш, мынаяқтан шықпайды реніш. Потому что бүйтпеді, сөйтпеді деген көп. Сіз Аллаға жасап үйрен. Сонда ответ саған Алла береді. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Аяғым ауыр кезде ораза ұстадым. 10 шақты күндей қаза еттім. Өтеу керек па? Түсінбедім сұрағыңызды. Егер аяқ ауыр кезде ораза ұстамасаңыз, онда ұстау керексіз. Кейін. Егер сұрақ солай қойылған болса. Сәлеметсіз бе? Құран бағыштағанда аты-енең, атаң, атап айтуға болады деп естідім. Сол қаншалықты дұрыс дейді. Өзің ешкім жоқ кезде атын атасаң да мен қайнаталарым, апаларымның деп айтсаң жетеді. Елдің көзінше бүйтіп алып тұрып, қайнатам, Өскенбай баласы, Тұрғынбай, енем, Садырбай қызы, Күләйша деп айтсаң, ол ана дүниеге апаң емес, мына жақтағы қайнап келген қылғым қалады. Құтырған екесің дейді. Оқыты құтырған екесің дейді. Сондықтан саған да атақ керек пе не, абырой керек пе не, елдің өзі жоқ. Үйде оқи бересің. Атын атамасаң сауап бармай қалады деген қажет. Сауап бара береді. Атын атамасаң мысалы, бір жақсылық жасадың, атын атаған жоқсың. Сауап бармай қалады деп ойлайсыз ба? Барады сауап. Еще қалай барады? Сауап шықты. Мынау Құран, мысалы, сен оқыған Құран мынау. Мына жерде кому деген адрес жоқ. Сонда сауап бұлай тұрып, оңға кетейін ба, солға кетейін ба? Кімге кетейін? Ой, деп кет қылмайды қайтып. Сауап точно барады. Сен атасаң да барады, атамасаң да барады. Өтініш, мұнда сұрағымды айта алмаймын. Түсініңізші, WhatsApp-ыңызға жазып едім. Аға, бір жауабын бере аласыз ба? Сенбі күні келсек қабылдайсыз ба? Келіңіз. Қайтыс болған әкемнің атынан садақа күніне берсем бола ма? Болады. Бірақ садақа беруменен Құдайға жақындамайсың ғой. Адам ақшамен жақындай ма не Құдайға? Сонда не, тек қана ақша беру керек пе не Құдайға жағу үшін? Жоқ. Адам амалмен жақындайды, пейілмен жақындайды, жақсы сөзбен жақындайды, жақсы оймен жақындайды, ағайындықпен жақындайды. Мені керек әке-шешеңізге сауап. Жолда жатқан мусорды алып тастасаң сауап болады. Бетіп күлімсіреп, қазір бізге жетпей жатқан номырыңды айт, жалмауыз деген емес. Бізден қалайсың, жақсысың ба? Мені бізге жетпей жатқан дүние. Осыны айтыңыздар. Осыдан сауап барады өлген адамға. Бүгін ақшаң бар, хорошо, бердің. Ертең 10 күнің садақаң болмай қалады сенің. Сонда не, Құдайға керек емессің ба не? Жоқ жаным. Сен жақсы амал, жақсы ой, барлығынан сауап бара береді. Имам Бұхаридің, атамыздың Адабул Муфрат деген кітабы бар. Сол Адабул Муфрат кітабында бір хадис келтіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан бір аруақтың қиналып жатқандығы,
сол аруақ қиналып жатқан кезде оның басына жақсылық келгендігі, ол қайдан келді деген менің басыма келді дегенде, сенің балаң саған дұға қылды деп айтылады жан. Сондықтан